Баршаңызға сәлем. Бүгін 2 сынып қазақ тілі 45-ші сабақ. Егер видео ұнаса, соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Қырық бесінші сабақ. Хабарлы сөйлем. Біз бұл тақырыптан сөйлем түрлерін анықтауды үйренеміз. 33-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Біздің сынып хайуанаттар бағына баруды ұйғарды. Сол үшін сенбі күні сағат 10-да мектептің алдына жиналдық. Осы кезде мұғалім өзінің ұялы телефонына хабарлама келгенін айтып, оны бізге оқып берді. Қалалық сенбілік болуына байланысты бүгін хайуанаттар бағы жұмыс істемейді. Әкімшілік. Біз жоспарымызды кейінге қалдырдық. Мәтіннен хабарламаны тауып көшіріп жаз. Бұл жерде хабарлама қалалық сенбілік болуына байланысты бүгін хайуанаттар бағы жұмыс істемейді. Әкімшілік. Осыны дәптерге көшіріп жазамыз. Хабарламаның мәтіннен өзгешелігін тауып көр. Хабарлама қысқа болады және нақты бір нәрсе туралы ғана айтылады. Келесі бізге берілген ережеге тоқтала кетсек. Мәтінге қарағанда хабарламаның көлемі қысқа, шағын болады. Хабарламада нақты бір ақпарат туралы ғана айтылады. Келесі 34-ші жаттығу. Хабарламаларды оқы. Оларда не туралы хабарланған? Бірінші. Шолпан туған күнімен құттықтаймын. Әсел. Бұл жерде Шолпанды туған күнімен құттықтаған туралы хабарлаған. Мұнда 5 сөз. Ертең сағат 12-де әуежайдан күтіп ал. Ал бұл жерде әуежайдан күтіп алу қажеттігі туралы хабарланған. Бұл жерде 6 сөз. 20 қаңтарда күтіп ал. 2-ші пойыз, 8-ші вагон, жанат. Хабарламадағы сөз санына назар аудар. Бірінші сөйлемде 5 сөз, екінші және үшінші сөйлемдерде 6 сөз берілген. Келесі 35-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Онда неше сөйлем бар, оны қалай анықтады? Біздің мектебіміз орталықта. Мектептің сынып бөлмелері кең, жарық, терезелері үлкен. Менің сыныбым 2-ші қабатта. Біздің сыныптың оқушылары әдепті. Мәтінде сөйлемнің қай түрі берілгенін айт. Мәтінде хабарлы сөйлемдер берілген. Әр сөйлемнен кейін тиісті тыныс белгісін қойып, мәтінді көшіріп жаз. Тиісті тыныс белгілерін, нүктелерін, үтірлерін қойып, дәптерге әдемілеп көшіріп жазамыз. Мәтінге ат қой. Мәтінге біздің мектеп деп ат қоюға болады. Келесі шығармашылық үзіліс. 36-ші жаттығу. Берілген сөйлемнің хабарлы сөйлем екенін дәлелде. Біз көлге жақындадық. Тәжірибе жаса. Алдымен сөйлемді бірнеше рет оқып көр. Әр сөздің айтқан кезде дауыс күшінің жоғарылап не бәсеңдейтінін анықта. Дауыс күші қай сөзді айтқанда бәсеңдеді? Зерттеу барысында хабарлы сөйлемнің соңында дауыс күшінің бәсеңдейтініне көзің жеткіздің. Бұл сөйлем бір оқиғаны, іс-әрекетті баяндап тұр. Сөйлем соңында дауыс төмендейді және нүкте қойылады. Сондықтан да бұл хабарлы сөйлем болып саналады.
осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Егер де видео ұнаса, достарыңызбен бөлісіп, лайк басып, комментарий жазып, және де арнаға тіркелуді ұмытпаймыз.